Сәлем, құрметті алтын көрермендерім. Бүгінгі видеода нәрестенің сарғаюы жылтуға ол не себептен болады деген сұрақ мазаласа, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, каналыма лайк басып, комментарий жазып, кері байланыс беріп отырыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Және достарыңызбен бөлісіңіздер, ол біздің каналымыз үшін маңызды. Нәрестенің сарғаюы ауру емес, жай симптом. Сондықтан да оның өзін емес, сарғаюды туындатып жатқан негізгі ауруды емдеу керек. Сарғаю не себепті пайда болады? Қалыпты да адам қанындағы эритроцит 120 күн бойы өмір сүреді. Одан кейін ол өледі. Одан бөлінетін метаболизм өнімнің бірі билирубин. Осы билирубин пигменті денеде сары түсті пайда болдырады. Бірақ ересек адамдарда билирубин бауыр ферменттері арқылы ішекке түсіп сыртқа шығарылып отырады. Ал нәрестелерде ше? Нәресте туылысымен оның қанындағы фетальды гемоглобиндер жылдам ыдырай бастайды. Содан бөлінген билирубиндер, бауыр ферменттері әлі дұрыс жетілмей қоймағандықтан сыртқа шығарылып үлгермей денесіндегі сарғыштық түс береді. Бұл қалыпты құбылыс. Туған мерзіммен туылған балалардың 50-60%-да кездеседі, ал шала туылғандарда 80%-да. Нәрестенің 2-3 күннен басталып, 2-3 аптаға дейін сақталуы мүмкін. Қазіргі күнде аналардың көпшілігінің осы баланың сарғаюы қатталындатады. Дегенмен ол қалыпты да болуы мүмкін, кейде патологиялық болуы да мүмкін. Қалыпты физиологиялық сарғаюда балада сарғаю болғанымен бала өзін жақсы сезінеді, мазасызданбайды, жақсы емеді, ұйқысы да жақсы болады, зәрі мен нәрсінің түсі өзгермейді, және де 2-3 аптада максимум 4 аптаға дейін кетеді. Кейде балаларда сарғаю билирубиннің мөлшері қатты жоғарылауы мүмкін. Бұл кезде сарғаю көлемі де үлкен болады. Сарғаюдың көлеміне қарай 5 дәреже болады. Бірінші бет мойын терісі сарғаюы, екінші бастан кіндікке дейін, үшінші сарғаю басына тізесіне дейін, төртінші барлық дене сарғаяды, бас, мойын, дене, аяқ, қол, алақан, табан бәрі. Бесінші сарғаю барлық дене бөлігін алақан мен табанына дейін таралады. Көбінесе сарғаю қандай балаларда көп туындауы мүмкін? Шала туылған балаларда тұқым қуалаушылық бауыр ферментінің жетіспеуінен, тума гипотериозы бар балада, бала туылу кезінде травма алуы немесе асфиксия, ауа жетпеуінен, анасының жүкті кезде қант диабетімен ауырған болса. Достар, сіздің балаңызда сарғаю болды ма? Сол туралы комментарияға бөлісіп кетсеңіздер, және каналыма тіркеліп лайк басып, және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ол біздің канал үшін өте маңызды. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Алтын достарым, сау болыңыздар.